Жайдарлы жүздер менен, жып-жылы сөздер менен, жарқырап күліп тұрған жайнаған көздер менен, жолықсақ қандай жақсы, жолыққан қандай жақсы, жолыққан қандай жақсы. Махаббат меңдегенде, жүректер шөлдегенде, сағыныш лаулағанда, көп болып көрмегенге, көріскен қандай жақсы, жолыққан қандай жақсы, жолықсақ қандай жақсы. Армандастар қайда, абзалдастар қайда, замандастар, қарлығаштар қайда. Ой, молодец! Жас кезімізде ойлайтынбыз 45 жылды, 40 жылдық дегендер анша болған жоқ, 20 жылдықтың өзі қалай көрінеді. Ойба, 20 жылдық келді деп. Қазір 45 жыл емес, 45-тегі адамды көрсек қандай еді? Кәдімгі готовый шал болатын. Қазір біз деген міне 45 жылдығымызды осындай жас болып, денсаулықтың арқасында басымызды қосып жатыр. Кешеден бері қандай жақсы тілектер айтылды, біріміз көрдік. Қуаныштарымыз көп болсын. Оқыған Құран басымыз аман, деніміз сау болып, біріміз іздеп, басымыз жақсылыққа қосылып, сау болсын, қайтамын дегендердің бәрі жол болсын, аман есен жанұяларына жетті. Достар, достар, жүзді қайда, бір келіп ой жанымыз, еске алысып осындайда, келші қайық бәріміз. Еске алысып осындайда, келші қайық бәріміз. Осы еске алысып денсаулықтарыңыздың немерелеріңіздің, балаларыңыздың қызықтарын көре беріңіздер. Барлықтарыңызды құда жеп жатып жатсыздар ма? Бақи болып сол немерелеріңіздің қызығын көрейік. Алла тағала шөбере шегізсін, барлықтарыңыз деніңіз сау болып, жақсы осындай дастархан басында кездесе берейік. Класстастар, мынау класстастардың жолдастары, бүгін басымыз қосылып жатыр екен. Енді осы 3 ай бойы нетіп жатырмыз ғой, енді ұйымдастырып жатырмыз ғой. Енді бүгін енді дегенімізге жеттік, келіп жатсындар. Енді артық кемі болса, енді ренжімеңдер, бәріміз класстас болғаннан кейін бәріміз үлесімізді қосуымыз керек, бәріміз бірдейміз, шын керек. Енді біріншіден Мұрат, Абай, осы жерде Соня деген қызымыз бастаған, міне. Соның арқасында бірнеше адамдар келіп отыр. Нұргүлге рахмет, Галя, ол туғанды көрген жоқпыз. Ол болсын, саған рахмет. Мұхтар келіп жатыр міне жерде. Денсаулығына қарамай. Көп рахмет. Қар жаубай бәріміз енді аман болайық, бала-шағамыздың қызығын көрейік. Осындай кездесулер көп болсын. Енді бір-бірімізді сынамайық, мінемейік. Бәріміз бір ауылдан шыққанбыз. Бәріміз білеміз қазақ үйдің не екенін, таудың не екенін білеміз. Енді аман болайық, деніміз сау болсын. Осылай кездесіп 50 жыл, 60 жыл деп жүре берейік. Таяқ ұстақта келіп жүре берейік енді. Рахмет. Сіздерді сүйем, осы ән сіздерге арналады. Өмірі таусылып
енді бүгін бағанағы айтқандай өте қуаныштымын сендерді көргеніме. Аман есен, осындай жүздерінен күлкі үйіріліп тұр, оған мен қуаныштымын. Бала шағаларың аман болсын, немерелеріңмен бірге қызықтарын көріңдер, жастарың ұзақ болсын, енді Алланың берген жасын жасап жүре беріңдер. Өстіп енді 50 жылдық тойға да осылай бауырымыз бүтін жинала берейік. Аман болайық, дені сау болсын. Бас амандығында кездесіп тұруды Алла бәрімізге нәсіп етсін. Бағана бері айтып жатсыздар ғой, шөбере сүйіңдер деп. Содан мынандай бір не еске келіп тұр. Шөбере туралы. Мүкі, сіз ана қарап шөбере туралы айтып жатыр да бәрі. Шөбере. Европа дейді, еңселі ел болғанмен шөбере сүйетіған шалдары жоқ дейді. Жапондықтар дамыл қақпай дамығанмен Асқартау байтақ дала шөлдері жоқ дейді. Арабтар ақшасы көп болғанмен 4 мезгіл жауатығын қарлары жоқ дейді. Қытайлар тарақандай көп болғанмен аяққа оралатын балалары жоқ дейді. Сондықтан нар қазағым аман болсын, бала тума деген заңдары жоқ дейді. Класстастар, енді мінекей Мұрат екеуміз құшақтасқан дос болдық кішкентай кезімізден. Содан мектеп бітіріп Алматыға келіп біраз жүрдік, абитуриент болдық, құладық. Содан кейін анау май жасайтын заводта барып май тиеп біраз қызықтарды көргенбіз осы Алматыны. Содан кейін оқуға түсе алмағаннан кейін неге кеттік, жаңағы армияға кеттік. Екеуміз де армияға барып келдік. Бұл сержант болды ма, старший сержант болды ма, өте бір жаңағы дәрежесі көтеріліп армиядан келді. Одан кейін мен де келдім. Бұл қазуға түсті, мен Ташкентке барып Ташкенттің институтына түстім. Содан бері қарай талай қызықтарды бастан кешірдік. Сондықтан да Мұрат мені кішкене артық мақтап жіберсе кешіресіңдер. Енді кейбір басында өнер қуаламақшы болғанбыз, бірақ енді одан кейін біздің кәсібіміз басқа да болып кетті. Жаңағы байланыс саласына кеттік. Мен бар, Мұхтар бар, басқа жігіттер бар, бұл жерде энергетиктер бар, жаңағы кім сияқты, Жакен сияқты. Сонымен мінекей талай жылдар өтіп кетті. Талай кездесулерге бара алмай қалдым. Енді өмір солай болды. Жағдайымыз мектеп бітірген кезде жаңа деңгейіміз жаңағы қалалықтарға жете алмай жүргенменен артынан қуып жеттік. Бәрінде басы өзімдеріміз де бар. Енді мінекей 35 жылдықта бір кездестім. Мен сендерменен міне 45 жылдықта тағы кездесіп отырмыз. Рахмет сендерге. Әрқашанда осында мол дастархан басында кездесе берейік. Үйлеріңізде той болсын, бақыт, қуаныш, береке әрқашанда сіздердің дастархандарыңыз кетсін. Амин. Амин. Жақсылар жақсымын деп айта алмайды, жамандар жақсымын деп айқайлайды. Жүрген соң бауырымды күнде көріп, таулардың биіктігі байқалмайды. Ұйымдастырғаннан бастап, біресе ана дедік, біресе мынаны дедік, переживать еттік, өйттік, бүйттік. Міне керемет дастархан Мұрат. Абай, сендерге көп рахмет. Күшті, көңілді, қандай көңілді болып жатырмыз, иә? Барлықтарың отбасыларыңа амандық тілеймін, дендерің саулық тілеймін, аман болыңдар, немерелеріңнің, шөберелеріңнің қызығын көріңдер, жақсылық тілеймін. Енді аман есен 5 жылдан кейін 50 жылдық кездесуге Алла нәсіп етсін.
осы барлығымызды енді дендерің сау болсын, жақсылық болсын. Мынандай атақты Текелі қаласының мынандай жеріне келіп, күшті демалып жатқанымызға өте өзім ризамын. Рахмет, рахмет. Көп. Рахмет. Аға, жасыңыз нешеде? Жасым 62 ғой, 62-де. Жай соны сұрай салайын деген ғой, негізі күшті билейді екен. Көрдіңіздер ғой, бел де қозғалып тұр, қол да қозғалып тұр. Белге қандай солидол жағып жүрсіз десең қалсын. Қайырлы күн, құрметті сыныптастар, класстастар. Енді міне Алакөлде үш бұлақтың таза ауасын жұтып, таза суын ішіп, көк майсас топырағында бәріміз бірге аунап, балалық бақытты шақты бәріміз бірге өткізген міне бүгінгі ер азамат пен азаматшалар болдық. Қарап отырсақ, сол ұшқан ямыздан әрбіреуміз өмірде өз орнымызды тапқан бүгінгі міне ата менен әже болып бүгін ақыр дастарханда басымыз қосылып отыр. Енді қарап отырсаң 45 жыл уақыттың ішінде қаншама қызықты сәттер, қаншама өткен уақыттар өтіп жатыр. Бұның өзі, бүгінгі бір кездесудің өзі бір үлкен ғанибет деп ойлаймын. Міне қарап отырсаң, осы күнге жеткізген енді Аллаға мыңда бір шүкір. Бәрлеріңіздің енді осыған әрбір жанұяға осындай денсаулық берсін Алла. Бастарыңызға бас, астарыңызға ас қосылып, әркімнің үйінде босағасында береке, бірлік, қызық, қуаныш бола берсін. Өсіріп отырған әрбір немере шөбіреге жеткісін. Алланың назарында ағайын, туыс, дос, жаранның ортасында өстіп отыруға Алла жар болсын әр уақытта. Ерік сияқты жігіттер барда біз әлі талай марафонға шабаламыз. Тек келесі кездесуге дейін денсаулықты күтіп жүріңдер. Еріктің айтқанын тыңдаңдар дейді. Группада кәдімгідей спорт секторы дейсіздер ғой кәдімгідей. Тамаша. Ерік саған және баршамызға зор денсаулық, класстастар жасасын. Достар, бір адамды ерекше атап өткім келеді. Бұл Ерік дейді. Мектепте жүргенде доп қуған Ерік бүгінде спорт десе ішкен асын жерге қояды. Сол баяғы қайратты, жігерлі қалпында. Саған мықты денсаулық, қажымас қайрат тілеймін. Сендей достар аман болсын. Ал азаматтарға бәріне сәлем, дұғай. Сәлем, класстастарға. Демалыс отыр, демалыс жақсы өтіп отыр. Басы, қай жыл болсыздар? 45 жыл, 64 міне демалып отыр. Tanış seni ömrüm, görüp seni özgürdüm, süyüp seni gönlüm, yıldızlarga tegilim, söz tapayman aytuğa, rengimin kazalam, tüsümde de jürsün boy, appak güller olsun. Söz tapayman aytuğa, rengimin kazalam, tüsümde de jürsün boy, appak güller olsun.